Неймар Реалға қарсы ойынға қатысуы мүмкін. Бекхемнің PSG Реал матчы жайлы ойы. Пепеге 2 жыл футбол ойнауға тыйым салынуы мүмкін. Бензема PSG триосы жайлы. Бәріңе сәлем достар. Осы және басқа да жаңалықтар бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Барселона мен Наполи арасында Депай үшін келіссөздер жүруде. Басты кедергі жалақы. Наполи жақын арада MLS-ке кететін Лоренцо Инсинидің орнына Мемфис Депайды алғысы келеді. Ньюкасл Талиссоға қызығушылық танытуда. Осы жазда Талиссоның Бавариямен келісімшарты аяқталады. Талиссоны Реал мен Лионда өз қатарында көргісі келеді. Егер Анчелотти маусымға қойылған мақсатты орындай алмаса, Реал бас бапкерлік қызметіне Почеттиноны шақыруы мүмкін. Айта кетерлігі, осыған дейін Реал Почеттиноны 3 рет бас бапкерлік қызметке шақырған, бірақ олардың барлығы сәтсіз аяқталды. Реал Ла Лигада 1-ші орында келеді. Реалдың 2-ші орында келе жатқан Севильядан тек 4 ұпай бөліп тұр. Сондай-ақ Реал Испания кубогында 1-8 финалдан шығып қалды. Ал бүгін Чемпиондар лигасында Реал PSG-ға қарсы ойнайды. Ювентус жазда Сандро мен Рабоны сатуға дайын. Екі ойыншы да Алегридің жоспарынан орын ала алмады. Ал 2023 жылдың жазында екеуінің де Ювентуспен келісімшарт мерзімі аяқталады. Англия премьер лигасының клубтары ойыншыларға қызығушылық танытуда, бірақ нақты ұсыныстар түскен жоқ. Sky Sport Италия хабарлауынша Пирло Салернитану командасын жаттықтыру мүмкін. Команда А сериясында соңғы орында келеді. Ал Стефано Клантуано болса клубтың бас бапкері қызметінен кетті. Егер PSG Реалдан жеңілетін болса, Почеттино жұмыстан босатылуы мүмкін. Айта кетейік, жаттықтырушы мен PSG спорт директоры Леонардудың арасында біраздан бері келіспеушіліктер туындап жүр. Бензема PSG триосы жайлы. Килиан Мбаппеге қарсы ойнау өте қызық болады. Месси ол өте керемет ойыншы. Жанкүйерлер ол алаңға шыққанда әрдайым гол күтеді. Мен Мессиге қарсы бұрындары ойнадым және оның неге қабілетті екенін білемін. Ертең біздің бәсекелестігіміздің арасында жаңа тарау басталады. Әрине, Неймар талантты ойыншы, бірақ оның ертең алаңға шығу шықпауын білмеймін. Бірақ егер Неймар ертеңгі ойынға дайын болса, онда бұл PSG үшін өте керемет жаңалық болар еді. Пепеге 2 жыл футбол ойнауға тыйым салынуы мүмкін. Порту клубының қорғаушысы Пепе Португалия чемпионатының 22-ші турындағы матч кезінде спортинг директорын ұрған үшін 2 жылға футболдан шектетілуі мүмкін. Төрешінің есебінде Пепенің спортинг директорын тепкені айтылған. Лига ережесіне сәйкес Пепе 2 айдан 2 жылға дейін спорттан шектетілуі мүмкін. Екі клубтың ойыншыларының барлығы дерлік алаңдағы төбелеске қатысқан. Нәтижесінде кездесудің төрешісі 4 қызыл қағаз көрсетті. Бекхемнің PSG Реал матчы жайлы ойы. PSG мен Реалдың бұрынғы жартылай қорғаушысы Дэвид Бекхем бүгін Чемпиондар лигасының 1-8 финалы аясында Парижде өтетін ойында неге көрермен болмайтыны жайлы айтты. Мен бұл матчты стадионда көрмейтініме қуаныштымын. Мұндай әсерлі шоуды көру өте қызық. Бірақ шынымды айтсам, мен оны үйде теледидардан көргім келеді. Үйде мен екі команданың да голдарын атап өте аламын. PSG-ның Чемпиондар лигасын жеңіп алу мүмкіндігіне келетін болсақ, кейде жағдайдың дұрысталуы үшін уақыт қажет. Адамдар бәрін бірден алғысы келеді, бірақ шыдамды болу керек. Қалай болғанда да PSG бізді көп күттірмейтініне сенімдімін, деді Бекхем. Неймар Реалға қарсы ойынға қатысуы мүмкін. Бразилиялық балтырынан алған жарақатынан айығып жаттығуларға оралды. Бірақ Реалдың бұрынғы қорғаушысы Серхио Рамос жарақатының кесірінен ойынға қатыспайды. Почеттиноның командасы өткен маусымда жартылай финалда Манчестер Ситиден жеңіліп қалған болатын. PSG бұл жүлдені 50 жыл бойы жеңіп алуға тырысты. Сол себепті біз басты үміткерміз, деді Почеттино. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мәңгілік футбол. Келесі кездескенше.